Ауызашардың 16-шы күнінде бізде бүгін қайнатпа сорпа және сосиска в тесте. Қазанымызға етімізді салып қайнатамыз. Көбігін аламыз. Пиязымызды сыртын жуып саламыз. Одан соң сәбізімізді турап салып қоямыз. Сосиска в тестенің қамырын дайындаймыз. Жылы сүтімізге тұз, сұйық май, ашытқы салып, онды илектен өткізіп, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз ашығанша бетін жауып қойып қоямыз. Қамырымыз ашыған соң жайып, ұзыншалап кесіп, сосискамызды видеода көрсетілгендей орап шығамыз. Жұмыртқа жағып, 180 градуста 30 минут пісіреміз. Сорпамызға картошка, дәмдеуіштер, тұздарын қосып, араластырамыз, пиязымызды алып тастаймыз. Міне біздің сорпамыз дайын болды. Осылай кесеге құйып аламыз. Бүгінгі ауызашардың 16-шы күніне арналған ас мәзіріміз дайын болды. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.